Ішкі істер министрлігінің тергеу департаменті азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, қылмыстық істерді тергеу кезіндегі заңдылықтың қамтамасыз ету, қылмыстармен келтірілген залалды өтеу, кінәлілердің жауапкершілігін, бұлтартпастығын қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытта тұрақты жұмыс жүргізуде. Бүгінде профилактикалық жұмыстың тиімді тетіктерінің бірі қылмыстық процестік кодексінің 200 бабында көзделген ұсыну енгізу институты. Жыл басынан бері тергеліп жатқан қылмыстық істер бойынша мемлекеттік органдарға, мекемелермен ұйымдасқан 45 мыңға жуық ұсыну енгізілді. Оларды қарау нәтижесімен қоғамдық қауіпсіздікті күшейту бойынша нақты шаралар қабылданды. Әлеуметтік жағдайы қолайсыз аудандарда сауда және ойын сауық орындарында қосымша 2000-ға жуық бейне бақылау камералары орнатылды. Жол көлік оқиғалары жиі болатын 155 қауіпті аймақта инфрақұрылымы жақсартылып, жарықтандыру жүйелері, бағдар шамдар, жол белгілері мен тамғалары орнатылды. 56 нысанда қауіпсіздік шараларды күшейтіліп, күзет жүйелері жаңартылды. Білім беру ұйымдарында 60-тан астам профилактикалық шаралар өткізілді. Сонымен қатар, қайта қылмыс жасаған шартты түрде сотталған 8 адам жазасын өтеу үшін бас бостығынан айыру орындарына жіберілді. Заңсыз қызметпен айналысқан 4 субъектілерінің жұмысы тоқтатылып, 15 кафе мен түнгі клубтың жұмысы уақытша шектеу қойылды. Нақты мысалдардың бірі, биыл қаңтар айында болған бұзақылық фактісі бойынша жүргізілген тергеу нәтижесінде Павлодар қаласында лаунж барлардың бірінің қызметі тоқтатылды. Қарағанды облысында Ақсу, Аяулы Балқаш автожолында орын алған кәмелетке толмаған баланың қаза болуына әкеп соққан жолаушылар автобусының өртену фактісі бойынша тергеу үшін ұсынуы негізінде жолаушылар автобусында жаппай тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 199 автобус жүргізушілері мен иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 55-і салондары тиісті рұқсатсыз жатын орындарға қайта жабдықталған үшін жауапқа тартылды. Ұсынуларды қарау нәтижесімен қылмыстардың жасалуына ықпал еткен әрекетсіздігіне байланысты 2000-нан астам лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ оларды қарау жөнінде тиісті шаралар қабылданбаған үшін 500-ден астам тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жәбірленушілерге келген шығынды өтеу мәселесі ерекше назар аударылды. Бүгінде аяқталған қылмыстық істермен келтірілген жалпы шығын көлемі 72 миллиард теңгеден асты. Оның 34 миллиард теңгесін өтелеуі қамтамасыз етілді. Мысалы, Астана қаласында интернет алаяқтық фактісі бойынша 111 азамат зардап шегіп, келтірген шығын көлемі 140 миллион теңгеден асты. Сотқа дейінгі тергеп тексеру нәтижесімен жәбірленушілерге келген шығын толық көлемде өтелді. Шығынның өтелуін қамтамасыз ету мақсатында жалпы құны 29 миллиард теңгеден асатын мүлікке тыйым салынды. Атап айтқанда, Алматы облысында алаяқтық фактісі бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалпы құны 7 миллиард теңгеден асатын 28 жылжымайтын мүліктеріне тыйым салынды. Сонымен қатар, азаматтарды әлеуметтік қолдау тетіктерінің бірі зардап шеккендерге өтемақы қоры жұмыс істейді. Өтемақы алу құқығы қылмыстың 124 құрамы бойынша көзделген. Төлем көлемі 30-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін белгіленген. Қор жұмысы басталған бері 5000-нан астам жәбірленушіге жалпы сомасы 831 миллион теңгеден астам төлем жасалды. Болашақ тергеушілер мен анықтаушылар даярлауға және кадрлық әлеуетті нығайтуға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл жұмыс ведомстволық білім беру жүйесі арқылы және азаматтық жоғары оқу органдарының заң факультеттерімен бірлесіп жүргізілуде. Жас мамандарды тарту және оларды ерте кезеңнен кәсіби бағыттау мақсатында 2019 жылдан бері заң факультеті студенттері үшін дуалды оқыту бағдарламасы іске асырылып келеді. Бүгінде жоғары оқу органдарымен 40 ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 1524 студенті біріктіріп, 47 студенттік клуб жұмысы істейді. 100-ден астам түлек диплом алғаннан кейін ішкі істер органдарына жұмысқа орналасуды жоспарлап отыр. Көріп отырғанымыздай, атқарылып жатқан жұмыс ауқымды бағыттарды қамтиды. Ол құқық бұзушылықтардың алдын алу, зардап шеккендердің шығынын өтеуін және
ішкі істер органдары үшін болашақ мамандарды даярлау жұмыстарын қамтиды. Қабылданып жатқан шаралар профилактикалық жұмыстың тиімділігін арттырып қана қоймай, азаматтар үшін қауіпсіз орта қалыптастыруға мүмкіндік береді.